Жуас болсаң, бәрі сені басынғыш, аңқау болсаң, бәрі сені алдағыш. Қуаныңыз, біреу сізді жамандаса, ренжімеңіз, мән бермеңіз оған аса. Ғайбат айтып күнәсін арттырады, жақсы емес пе күнәңізді арқаласа. Жаман десе, жаман болып қаласыз ба? Ақталмаңыз, жамандаған санасызға. Әр сөзіне өзі жауап береді ғой, ит қапты деп, сізде оны қабасыз ба? Қазақ айтады, қызың жақсы болса бір бақыт, ұлың жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт. Мен адамдардың ашыққанынан емес, тойғаннан қорқамын демекші. Адам ашыққанда шамасы келгенін істейді, ал тойынғанда білгенін істейді. Ең жаманы адам білгенін істеу. Ағайын туыс бір-бірін күндейді, той жасасаң аузына келгенін сөйлейді. Көмектеспей абыройды түсіріп, дұшпаныңдай өсек деумен өрлейді. Сенбе жұртқа қанша мақтап тұрса да, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі, кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Бүгін уақыт жоқ, ертең көңіл күй жоқ, ал тағы бір күні бізде жоқ боламыз. Абайла, әйелді жылатпа, өйткені Құдай оның көз жасын санайды. Әйел еркектің қабырғасынан жаратылған. Аяғынан емес қорланбау үшін, басынан емес басынып кетпеу үшін, бірақ жанына жақын болу үшін. Өзіңмен тең болу үшін, қолтықтың астынан қорғаулы болу үшін, және де жүрек жағынан жақын болу үшін. Алла айтады, біреуді менен артық жақсы көрсең, сені одан айырамын. Онсыз өмір сүре алмаймын деме, онсыз да өмір сүргіземін. Өмір ғажап, ештеңесіз келіп, бәрі үшін күрестің, ақырында бәрін тастап, ештеңесіз кетесің. Саған сенетіндерді, сені сыйлайтындарды, сенің қадіріңді білетіндерді ғана бағала. Солар ғана сені бағалай біледі. Басқаларға уақыт жоғалтпа. Өмір сен ойлағаннан да қысқа. Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама. Құлазыған өмірден көзіңнен жас тамса да. Күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама. Күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да. Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды. Бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды. Мінессіз адам болмайды, қисықсыз қадам болмайды. Бұл жалғанда үш дауасыз нәрсе бар. Бірі кәрілік, бірі ажал, бірі мінез. Осы дауастарға төзімді бола біл. Әйелдерге алтын сырға, егер сенің еркегің бір жетістікке жетпей жатса, кінәні еркектен емес, өзіңнен ізде. Өйткені еркек Алланың берген несібесін әкеледі, бірақ сен әкелсе де, әкелмесе де наразысың. Ол наразылық күйеуіңе емес, тікелей Аллаға білдірген наразылығың болып саналады. Сондықтан шүкір етуді ұмытпа. Өзі өтініп сұрамаған адамға көмектесуге асықпа. Алдына келмеген жанға кеңес берем деп келікпе. Өзіңнің, сөзіңнің, ойынның қадірін біл. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың.
Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесін. Құрметті көрермен, каналға тіркеліп қолдап отырыңыз. Қарағаныңыз үшін рахмет.